Бие босана алмаса не істеу керек? Қалай ойлайсыздар? Біздің шаруашылығымызда ондай жағдай көп кездесті, себебі мен үлкен 7000 мал басы бар шаруашылықта жұмыс істегем, анда 3000 жылқы болды. Әр көктемде февраль айларында биенің босана алмауын көп көрдік. Ақыры біз ветеринарлармен биенің өлімін азайту үшін жатырындағы құлынды жатырының өзінде мүшелеп кусоктармен шығаруға тырыстық. Басында енді тәжірибе болмағандықтан биелер өліп жатты, себебі ішіндегі кровотечение болып. Бірақ ақыры біздің ветеринарлар ондай жағдайда құлынды жатырдың ішінде бөлшектеп алып шығуды үйренді. Ол үшін арнайы құрылғылар керек, ветеринарлық сым болады, сосын крючок болады және қысқа пышақ болады, жатырында бөлетін, бөлшектейтін. Ол негізінде өте қиын іс-шара. Ең дұрысы өнім ол мәселені алдын алу. Неден ол туындайды екен? Биенің босана алмауы ішіндегі құлынның айналып кетуінен болады екен. Яғни бие қатты аш болып көп қар жеп қойса, онда суықтан денесі тітіркеніп, құлын ішінде айналып кете алады. Яғни біз қыстақтан көктеуге көшкен кезде алдын ала жылқының айдап келетін жеріне рулонмен шөп шашып қоятынбыз. Сол кезде аштан аш келген жылқылар қарды көп жеп қоймай, шашылған рулондарды жеп, ондай жағдай бізде шынымен де азайды. Ал егер енді болып жатса, жатырында құлынды бөлшектеп алып шығуға тура келеді. Қайткенмен де мал өледі, бие. Сондықтан істеп көрген дұрыс.